бір жағынан өзімді сонша қинап, ал мен ол кісіге бәлкім өзінің суқаны сүймеген сабақты оқытқанда әлгі оқушыңыз да сізден кем қиналмаған болар деп күлістік. Ал енді өзіңіз ойланып қараңызшы. Ілуде мыңнан біреуге бұйыратын туа даритын мұндай керемет сурет салу өнеріне ие баланы математика немесе басқа пәндерден сабағын нашар екен деп сөгістен сөгіске салып мектептен шығарып жіберуге бола ма екен? Әрине жоқ. Қайта баланың қай жаққа бейімі көбірек болса, сол жағынан барынша қолдау беріп, оның жетістікке жетуіне жол ашуымыз керек. Баланы қабілет бейім жоқ жаққа итермелей бергеннен түк шықпайды. Қайта аяғына тұсау болып, бағын байламасыңызға кім кепіл? Қызығушылық арта түскен күштің белгісі. Джон Дэйви. Өздеріңіз де байқап отырғандай, адамның өзі қызыққан салада жұмыс істегенде ғана айтарлықтай жетістікке қол жеткізгендігін бұлтартпас шындық. Сол секілді бала да өз қызыққан іске бар ынтасын, сейінін салады. Сондай-ақ бұл жайт баланың ол сабақты тез ұғуына, тез меңгеруіне жағдай жасайды. Құлықсыз қошқардан құйрықсыз қозы туады деп дана халқымыз тауып айтқандай, қызығушылық болмаған жерде жетістік туралы сөз қозғаудың өзі артықтау болары анық. Сабақтары нашар деген баланың көп сатылы компьютер ойынында басқаларға шаң қаптырып, алдына жан салмағандығын байқадым. Өйткені оның бар ынта-зейіні ойынға ауған болатын. Егер оның ойынға бөлген бар құлшыныс қызығушылығын сабаққа аудара алғанымызда айтарлықтай жетістікке қиындықсыз қол жеткізуге болар еді деген ойға қалдым. Осы орайда 20 шақты кітаптың авторы Македонияның атақты ақыны Илхамидің газетке берген сұхбаты еске түседі. Өзі әдебиетке құмар кісі еді. Сүйікті мамандық тақырыбына айтқан әлгі кісінің әңгімесі. Югославияда соғыс аяқталып, кейін экономикалық даму белең алған тұста ел ішінде экономист мамандарға деген қажеттілік туғанды. Мемлекет те бұл мамандықта оқығандарға қолдау білдіріп, оларға оқу біте салысымен жұмысты бірден кепілдеп жатқан тұс болатын. Ал мен болсам экономика мамандығы үш ұйықтасам түсіме де кірмейтін. Ал бар есіл дертім тек қана әдебиет болатын. Әдебиет десе ішкен асымды жерге қоятынмын. Ал әкем болса менің болашағым үшін экономист болу керектігін айтып тұрып алды. Әке сөзін жерге тастай алмаған, мен экономика мамандығына түсіп оқи бастадым. Алайда әдебиетті де тастамай қосымша ала жүріп, оны да бітіріп алдым. Экономика мамандығын толық игеріп шықты деген дипломды әкеме ұстаттым да өзім ендігәрі бұл мамандықты желкемнің шұқыры көрсін деп ол салаға тіпті жуған емеспін. Ал әдебиет болса менің өміріммен біте қайнасып кете барды. Әдебиетке деген құмарлығым әлі күнге жетпісті. Желкелесем де арта түспесе еш кеміген емес. Электр десе ойымызға бірден Фарадей еске түсері белгілі. Ол қызыққан кәсібінің шығар шыңына жеткен бірден-бір қайталанбас әлемге танымалда дара тұлғалардың бірі. 19 жасына дейін бірде-бір білім ұясының табалдырығын аттап көрмеген бозбала Фарадей өзінің болашақта не күтіп тұрғанынан тіпті бейхабар болатын. Баспада көмекші болып жұмыс істеп жүрген ол Роял институтынан келген бір студенттің энциклопедиясынан электр туралы мағлұматтармен алғаш рет танысады. Қайта-қайта оқып ерекше қызығушылық танытқан ол тіпті тәжірибеде жасамақшы ниеттенеді. Фарадейдің қатты қызыққанын көрген әлгі студент оны өздерінің оқымысты Хамфридің электр тақырыбына қатысты бірнеше конференцияларын тыңдатуға шақырады. Бұл ұсынысты қуана қабылдаған Фарадей конференция барысында бар түсінген білгенін қағазға түртіп алып отырады. Кейіннен жазып алғандарын тексертпек болып мұғалімге көрсеткенде ол таңғалғанын жасыра алмапты. Өйткені алдындағы жас жігіт өмірі мектеп көрмеген қара табан жұмысшы емес.
кәдімгідей ірі оқу орнын бітірген адамнан білім тәжірибе түсінік жағынан еш кем емес еді. Электрлік білімін жетілдіруге жаны құмар Фарадей Роял институтына көмекші болып қабылданады. Сөйтіп жүріп атақ қорғайды. Профессорлық дәрежеге көтеріліп, физика-химия саласында ашқан жаңа соны заңдылықтарымен ғылымға зор үлес қосады. Фарадейдің шыңға шығарған тек қана қызығушылық болғандығы ата-аналарға ой салу керек. Өйткені маңдайымызда өз қызығушылығын әлі танып үлгермеген болмаса әке-шешесі тарапынан қызығушылығы мүлдем төмен басқа салаларға мәжбүрленіп, өзі қаласа да қаламаса да солардың көңілдері үшін оқып жатқан оқушылар баршылық. Ал біз болсақ баланы қабілеті жоқ салаға күштеп оқытудың дұрыс еместігін айналамыздағыларға түсіндіре білгеніміз жөн. Баланың дамуы жайында мағлұматтар жинақтаңыз. Жасалған зерттеулер мен байқаулар нәтижесінде белгілі даму сатыларында балаларда ортақ іс-әрекеттер түрлі болатындығы анықталған. Баланың жетілу мерзімі, сананың жетілуі, тілінің дамуы, сезім тұрғысынан болмаса әлеуметтік дамуы, балалардың даму жылдамдығы жас шамасына қарай өзгеріп отырады. Баласының қалыпты түрде дамығанын қалайтын әрбір ата-ана жас ерекшелігіне қарай оның жетілу кезеңдері жайлы молырақ хабардар болып отыру керек. Бірінші туылғанға дейінгі кезең. Бала денсаулығының мығым болып жетілуі туғанға дейінгі ата-ананың саналы іс-әрекеттеріне байланысты. Балаға кейбір аурулардың қан арқылы жұғып кетуі мүмкіндігін есте ұстап әрі бұл мәселеде өте мұқияттылық танытқан жөн. Өзжан Көкнелдің пікірінше, әртүрлі жұқпалы жолдар бойынша тұқым қуалаушылық ауруы бар отбасыларда баланың іштен ауру болып туу қаупі 100 пен 25% арасында кездеседі. Алайда дене бітімге қатысты мүгедектік пен кемтарлықтың тұқым қуалаушылық арқылы өтуі 10%-ға дейін аз мөлшерді көрсетуде. Кездейсоқ үйленуден туған балаларда қандай да бір ауру, мүгедек немесе кемтар болу келеңсіздігі 41 болып есептелінген. Аяғы ауыр ананың мұқият көңіл бөлуі қажетті мәселелер. Іштегі балаға кері әсер ететіндіктен жүктіліктің алғашқы 2-3 айында дәрігер рұқсатынсыз ешқандай да ем қабылданбауы керек. Сондай-ақ есірткі, құстырмайтын дәрі, ұйқы немесе тыныштандыратын дәрі-дәрмек қабылданбаған жөн. Тексерілу болмаса емделу мақсатында X сәулесіне түсетін әйелдердің сәбилері көбіне кемтар болып туылғандығы байқалады. Аяқ ауыр кезде ішімдікке салынған немесе темекі шеккен әйелдер қалыпты орта салмақтан әлдеқайда жеңіл нәресте дүниеге келеді. Жүктілік кездегі әйел мен еркек арасындағы ұсақ-түйек ұрыс-керістерді іштегі балаға да кері әсерін тигізеді. Жүктілік кезінде әйелде кездесетін физикалық тұрғыдан дененің зақымдануы, күйзеліске ұшырауы, ішімен құлауы немесе төбелес туылатын балада кері із қалдыруы мүмкін. Нәрестенің қалыпты дамуына қажетті бір витаминдер ана бойынан алынары белгілі. Жүктілік кезінде әйел 10 килограммға дейін салмақ қосады. Одан артық салмақ шамадан тыс семіру болып табылады. Балаға барлық витаминдер қажет. Егер нәрестеге кальциум витаминін қажетсінсе, онда анасында аталмыш витамин болмаған. Егер нәресте кальциум витаминін қажетсінсе, онда шешесінің тістері мен сүйектері біртіндеп зақымға ұшырайды. Фосфор сәби миының дамуына үлкен рөл атқарады. Ол үшін анаға балықты көбірек жеген дұрыс. Сондай-ақ балада қан аздығы кездеспеуі үшін анасында көп мөлшерде темір құрамы да болуы керек. Баланың қалыпты дамуы үшін қажетті витаминдердің барлығы да өз шешесінен алынғаны дұрыс. Ана қабылдайтын азықты көп мөлшерін протеиндер, минералдарды, тұздар, минералдар құрауы керек. Ол үшін көп мөлшерде сүт, ет, бұршақ, тұқымдас балық, сәбіз және жеміс жеп тұрған дұрыс. Адамның қаны А, Б, О, АБ болып 4 топқа бөлінеді. Сонымен қатар бұл топтар минус және плюс болып 2-ге бөлінеді. Анадағы қан минус
Әкедегі қан плюс болған жағдайда қан үйлеспеушілігі пайда болып, баладағы қанның өзгеруіне себеп болады. Баланың әлеуметтік психологиясының жетілу кезеңі 0 мен 8 жас аралығы. Бұл кезең жүктілік кезден 8-9 жасқа дейін жалғасады. Алғашқы жылдары бала әкесінен гөрі анасына көбірек тәуелді келеді. Қажеттілігі жақсы қамтамасыз етілмеген бала кейін өскенде маңайынан шу кетпейтін бақытсыз бала болып өседі. Бұл кезде ананың ең басты міндеті баланы емізу болмақ. Ана сүті арнайы зерттеуден өтіп, оның бала үшін таптырмас витаминдер жиынтығы екендігін дәлелденген. Сондай-ақ шешесінің баланы құшағына қысуы мен емізуі де үлкен мәнге ие. Нәрестесін өбектеу арқылы екеуінің арасында ерекше жақындық, сүйіспеншілік пен айнымас махаббат пайда болады. Емізу кезінде әйелдің ашулы болуы, тынышының кетуі мен сабырсыздануы немесе емізіп отырып басқа жұмыспен айналысуы омыраудағы баланың ішкі сезім мүшелерінің қалыпты дамуына кері әсерін тигізбей қоймайды. Әрі бұндай келеңсіздіктерден бала өмір бойы арыла алмайды. Баланы емшектен ерте шығару зиянды. Емшектен өте ерте шыққан балаларда саусақ сору, тырнақ тістелеу, төсекке жіберіп қою секілді жайсыз жайттар байқалады. Бұл кездегі ұйқының да маңызы өте зор. Жаңа туған сәби тіпті 24 сағатын түгелге жуық ұйқымен өткізеді деуге болады. Өскен сайын сәбидің ұйқысы да біртіндеп азаяп береді. Баланың пысылдап алаңсыз ұйықтауы үшін тазалықпен қатар жайлы да жылы орын әзірленіп, барынша жағдай жасауы керек. Әрине, махаббат, сүйіспеншілік, жақсы көру, мейірімге бөлеуді бей-жай қалдыруға болмайды. Анасының махаббаты мен мейіріміне қанып өскен бала өзіне сенімі мол, айналасындағылармен тез тіл табысып, қоян қолтық араласа кетуі оңай, сүйкімді болып өседі. Өзіне қажетті ана махаббатынан 2 жыл мақұрым қалған баланың басқалармен тіл табысып, басы қосылып ойнауы қиын, адамға жұғымсыздау болып өседі. Бала бұл кезде маңайында болып жатқан құбылыстарды толықтай сезіне алады. Тіпті әке-шешесінің өзара татулығы мен салқындығын да ажырата алады. Бұл дегеніңіз балаға көрсетілер мейіріммен қатар ата-ананың өз арасындағы татулығы да айтарлықтай маңызға ие екендігін білдіреді. Отбасындағы ыдыс-аяқтың сылдырауы, жиі-жиі белең алатын ұрыс-керістер, баласының көзінше шешесін, әкесінің былапыт сөздерімен балағаттауы, тіпті қол көтеруі нәтижесінде балада үнемі қорқақтық пен үркектік пайда болады. Өмірі бір бітпейтін ырың-жырың, кикілжіңдер мен әке-шешесінің түбінде ажырасып тынатындығын ойлау бала жанына жазылмас жара салып, оны іштей үлкен күйзеліске ұшыратады. Сондай-ақ бұл жас аралығында бала бойынан өзіндік дене мүшелерін тануға деген әуестік байқалады. Қолдарымен аяқтарын ұстап көріп, ойнауға талпынады. Жүру, секіру, бірдеңеге шығу секілді қимылдармен сыртқы әлеммен там-тұмдап таныса бастайды. Тәй-тәй басып жүре бастаған тұста айналасындағы көзі шалған нәрсенің бәрін ұстап көргісі, өзіне алғысы келеді. Тіпті ары-бері сүйретіп көріп, жыртып я болмаса бірден аузына салады. Заттардың орындарын ауыстырып, сындырып, төгіп, қиратып, ішін көруге құмартады. Баланың мұндай әрекеттері оның қоршаған ортамен біртіндеп танысуы, үйренуі, түйсінуі екендігін ұмытпаған жөн. Көптеген ата-аналар баланың осы кездегі тынымсыз әрекетінен әр нәрсені бір шұқылап шаршуынан мазалары кетіп, оларды ұрып жатады. Ал баланың әлеуметтік психологиясының қалыптасуы тұрғысынан ата-аналар бұл кезде оларды көп шектей бермеулері керек. Бала бұл кезде өзіндік көптеген тәжірибелерінің арқасында өз-өзіне сенімі нығайғандығын іс-әрекеті мен басқаларға көрсетпек болады. Баланың бұл кезде өзімшілдігі барынша басым тұрады. Ол өзін және өзімшілдігін бәрінен жоғары қояды. Еліктеу
бұл кезде балаға тән басты ерекшеліктердің бірі. Ерекшелігі балаға жай сөз, жылы қабақтан гөрі үлкендердің үлгі бола аларлық іс-әрекеті көбірек әсер етері сөзсіз.